Шерхан Мұртазаұлы Мұртаза 1932 жылы 28 қыркүйекте Жамбыл облысы Жуалы ауданы Талапты ауылында дүниеге келген. 2018 жылы 8 қазан Алматы қаласында дүниеден өтеді. Шерхан Мұртазаұлы халықтың қайраткері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қызметкері, аудармашы, журналист. Шерхан Мұртазаұлының әкесі Мұртаза, анасы Айша. Шерхан Мұртазаұлының бір ұлы, бір қызы болады. Ұлының есімі Батылжан Шерханұлы, қызының есімі Алма Шерханқызы. Шерхан Мұртазаұлының шығармаларының бірі 41 жылғы келіншек. 41 жылғы келіншектің басты кейіпкері Хадиша. Хадиша 1941 жылы ел қатарлы кеткен күйеуі Мақсұт туралы айтылған. Ол Мақсұттың отын өшірмей, түтінін түтетіп, қартайған уақытына дері отырғаны туралы айтылған. 1941 жылы Мақсұт соғысқа кеткенде Хадиша небәрі 28-дегі келіншек еді. Ол Мақсұтты түсінде көріп, Мақсұтқа өзінің туған қайынінісі Шалабай мен Ақшайдың қорлығына шыдай алмағанын, қайғы қасіретінің бәрін айтқан еді. Бірақ Мақсұт Хадишаға қаншама жұбату сөздер айтып еді. Бірақ тірілердің көзінен еш уақытта жас шықпайды. Өлілердің сөзін тірілер ести алмайды. Шерхан Мұртазаұлы Мұртаза жазған шығарма 41 жылғы келіншек. Хадиша өзі шынайы қосылған, Мақсұтты қартайған шағына дер күткені, шынайы махаббатты, адалдықты көруге болады. Маған бұл жерде үлкен ой түсінік қалыптасты. Хадиша өзінің Мақсұтпен шынайы, адалдықпен қосылған ғашық екенін дәлелдеп шықты.